Ассалаумағалейкум тағы да кеш жарық. Қош келдіңіздер. Менің есімім Иманболат. Мен осы трейдинг саласында жүргеніме 3 жылдан асты. Былай айтқанда, кәсіп ретінде біршама көп сағаттар график алдында өтті. Енді сол бүгін өзімнің тәжірибеммен бөліскім келіп отыр. Көбінде сол сұрақ прop компания жайында, сол бүгінгі ашық сауалымды прop компаниямен бастағым келіп отыр. Оны көбісі білетіні бар, білмейтіні бар, естігендері бар, прop компаниямен жалпы қалай жұмыс жасауға болады, қандай пайда деген сияқты сұрақтар. Прop компания дегеніміз, былай қарапайым сөзбен айтқанда, сен компанияның ақшасымен сауда жасайсың, табыс болса бөлісесің. Енді ол қандай бізге трейдерлерге қандай мүмкіндік бар. Бұл жерде біріншіден біздің өзінің бір опыты бар, бірақ депозиті жоқ деп айтсақ болады. Өзінің брокерский счетында өзінің капиталы жоқ, бірақ та үлкен счеттармен, суммасы үлкен счеттармен сауда жасағысы келетіндер бар, сондайларға мүмкіндік. Бұл жерде прop компанияның әртүрлі өзінің суммалары бар. Ол 5.000-нан, 2.000-нан басталады бір прop компанияларда, 5.000-нан, одан кейін 10.000, 25.000, 50.000 доллар, 100.000 доллар, 200, 300.000, 500-ге дейін де баратындар. Тіпті сонда мүмкіндік бар. Енді жалпы оның тағы да бір айтқанда артықшылығы, прop компаниямен жұмыс жасаған кезде бізде трейдерлерді айтқанда дисциплина салады. То есть біз когда өзіміздің депозитімізбен сауда жасаған кезде жаңадан келген адамдар көбісі депозит сливать етеді, жаңағыдай да жоғалтып алады бүкіл суммасын. И бір күнде қанша сауда жасау керегін, тоқтау, қай жерде тоқтау керегін, сондай нәрселер былай айтқанда қадағаланбайды. Ал прop компаниядан сол бір жақсысы өзінің қойған ереже, тәртіп, шарттары бар. Соған қарай адам сауда жасаса, бір былай айтқанда дисциплинаға үйренеді. То есть күніне бірлер бар, 10, 20, 30 сделка жасайтындар бар, сондайларға жалпы жақсы үйрететін бір дисциплина үйрететін бір жақсы бір тәсіл. Енді прop компания енді бізде әртүрлі көп, оның арасында өздерінің ережелерімен жаңағыдай қатаң, біреулер қатаң өзінің шарттары бар, біреулерде жеңіл, айтқанда лояльны да. Әртүрлі өз сондай әртүрлі компаниялар. Енді жалпы өздерінің условиялары, жаңағыдай ережелері бір-біріне жақын ұқсас болып келеді. Бізде прop компанияның әртүрлі счет тұрады. Өстен бізде бір 5.000, 10.000 деп счет алады. Менің өзім жұмыс жасайтын мысалы компаниям бар, ол Funding Pips. Ол жерде мысалы ретінде алатын болсақ, 10.000 счет $66. То есть $66 дегеніміз 10.000 счетқа. Енді бұның қандай ережесі бар бұл жерде? То есть мана айттым ба, өзіңнің неңді көрсетсең, опытын көрсең, бұл компания саған осы сумма счетты береді. Сосын ол счеттан қандай пайда көреміз? Бұл жерде пайда бізде 80-де 10, 80-де 20, то есть 80-де 20, бұл долясы, айтқанда үстінен түскен пайдасын 80-де 20 алып бөлінеді. То есть 80%-ын ол трейдер алады, 20%-ын компания өзі алады. Бұл енді бұл счетты алудың өзінің шарттары бар. Ол айтқанда челлендж деп айтылады. Челлендж екі фазадан өту. То есть екі фазада өзінің определенный бір профит жасайтын процент пайызы бар. Ол бірінші фазада жазайық. Бірінші фазада біз трейдер 8% жасау керек. Әр жерде әртүрлі, басқа бір компанияларда 10% дейді. Но Funding Pips'те бізде 8%. Бірінші фаза 8%, одан кейін екінші фаза 5%.
екінші фаза 5%. То есть егер де осы бірінші фазаны өткеннен кейін сізге тағы да басқа счет беріледі, ол екінші счеттан сіз 5% жасасаңыздар, сонда ғана сізге лайф счет деп аталады. Сол лайф счетты сізге 10 000 счет береді. То есть сіздің изначально осы алған суммаңыз $66 сатып аласыз. Егер де осы жерде міне мен өзімнің торговать ете аламын деген сияқты бір өзіңіз тәжірибеңіз көрсетсеңіз, осы 8%, енді екінші фазада 5% жасасаңыз, общий 13%. Сонда сізге 10 000 счет береді. Енді 10 000 счет бергеннен бұл лайф счет деп аталады. Ол жерде сіздің өзіңе бір шарт договор беріледі. Шарттарды дұрыстап оқып аласыздар. Бұл шарттарын бұзбау керек. Егер бұзатын жағдайда әр компанияда әртүрлі өздерінің қолданатын нелер бар, то есть мерасы бар. Сіздің счетыңызды алып кетуі де мүмкін, немесе үстінен тапқан пайдасын кесіп тастауы мүмкін. Сондықтан сол договорды егер де бұзбай орындасаңыздар, сіздерге ешқандай проблема жоқ. Ол қандай шарт десеңіздер, ол көбіне жаңағыдай жаңалықтарға байланысты. Бізде күндегі шығатын Лондонда немесе долларға қатысты, евроға қатысты бір жаңалықтар болады, Американың. Сол моментке түспесеңіз, жаңалық шығатын уақытқа, да проблема жоқ, сізге выплатаны беретін. То есть енді осыны өттіңіздер, өткеннен кейін 10 000 счет алдыңыздар. Енді қараңыздар, 10 000 счет алғаннан кейін сіз осының үстіне түскен ақшасын ғана шеше аласыздар. Сізге 10 000 қалғаннан кейін 10 000 алып кете бер деген сөз емес. Сізде 10 000 үстінен түскен ақшаны 80-20 қылып сіздер компаниямен бөлісіп ақша аласыздар. Сосын бұл выплата дейміз ғой, жаңағы үстінен түскен пайдасын алатын уақыт, ол обычно бізде 2 апта болады. То есть 2 аптаның ішінде, то есть 2 аптадан кейін сіз заявка түсесіздер на выплату, сізге счетыңызды указать етесіздер, сізге 80% алып түседі. Енді жалпы тағы да оның бір артықшылығы, бұл компанияда сіз тек бір 10 000 счетпен шектелмейсіздер. Определенно өзінің компанияда аллокациясы болады. Аллокация деген бір аллокация максимально бір сумма қояды. То есть сіз лайф счетты осы максимальный суммадан көп ала алмайсыз. Ол көбінесе 300 000, 400 000 болуы мүмкін. Сондықтан сіз мұнда лайф счеттің бірнешеуін алуыңызға болады. Бұл бізге не береді? Біз тек қана бір лайф счетпен шектелмей, сіз бірнеше лайф счет алып, каждый, мысалы 2 аптада бір счетты выплатасыз, екінші счеттан торговать етесіз, екінші счетты да выплатасыз, солай сізге масштаб жасауға болады, масштабирование дейді ғой. Солай сіздің аллокацияңызды көтеріп, солай сауда жасап, айтқанда жұмыс қылуға болады. Бұл енді көбіне андай депозитпен, өзінің депозитімен жұмыс жасағандарға әрине бұл қиын болады. Сондықтан бұл айтып отырмыз, дисциплина үйретеді деп. Бұның өзінің біздің өтетін бір стратегиясы бар. Егер де соны қолданатын болсаңыздар, міндетті түрде оны өтуге болады. Сосын тағы да бір шарт, бұл енді тек біз профит жайлы айттық қой, енді оның тағы да бір условиялары. Соны айта кетейін. То есть бізде daily loss, max loss деген шарты бар. То есть daily loss деген ол бір күндік просадка, то есть просадка деген минусқа кеткен пайызы, ол 5% и max loss 10%. Daily loss деген бір күнде сіз -5 жасасаңыз, мына счетыңызға 10 000 фазаның кезінде, ол вообще-то лайфта да сондай правило, онда сіздің мына счетыңыз күйіп кетеді. А max loss деген ол, то есть общая сумма. То есть сіз бір күнде, мысалы, -2, -3 жасасаңыз, сіздің счетыңыз тұра береді, бірақ максимально 10% кететін болса, яғни мынадан $1000 кететін болса, онда сіздің счетыңыз күйіп кетеді. Сондай өзінің бір несен бар. Сондықтан енді бұл айтқанда профитімен де max loss-та бұл айтқанда соответственно бір-біріне, то есть соответственно. И сондықтан
бұл жерде жаңа айтқандай күніне бірнеше сделканы ашып отыра алмайсыздар. Күніне максимум бір, екі сделка болды. Стоп аласыз ба? Келесі күні жасасаңыз болады. Немесе болмаса былай істесеңіз болады. Екі счет аласыз, бір счеттен торговать етесіз бір сессияда, екінші счеттен басқа сессияда торговать етесіздер. Сөйтіп жайлап осы 8%, 5%-ке дейін апарасыз. Енді мысал ретінде сізге мен өзімнің алдында жіберген бірінші фазаны өткен немді көрсете қойын. Қалай жалпы тәжірибеде осы прop компанияның фазасын жапқан көрсетейін. Осы жақында, осы алдыңғы аптада, қателеспесем алдыңғы аптада жасаған. Ол бізде еврода болған. Қысқаша анализ жасайық. Мына жерде бізде қарайтын болсақ, дневной таймфрейм, бір күндік таймфреймде біз лонговой, жалпы лонговый трендкен көріп тұрмыз. Бізде мына жақта имбаланстармен жұмыс болған, имбаланстарын білмейтініміз бар, но былай қысқаша айтып өте берейін. Имбаланстар реакция алды, одан кейін соңғы жұмыс мына жақта имбаланстардан реакция болды. Так, осылай белгілейік лучше. Имбаланс кетті. Одан кейін бізде бір-екі имбаланс бар. Бірақ та ол жаққа келу-келмеуін бір сағаттан қараймыз. Бір сағатта қандай информация бар? Бізде OF дейміз. OF деген ол үлкен капиталдың өзінің жүрген бағамен жұмыс жасап, ликвидностьмен жұмыс жасаған жерлері. Давайте мен сізге білмейтіндер кішкене бір пайда болсын сізге айтайын. Ликвидность деген ол былай айтқанда бізде базарда болсын бір любой алатын нәрсені алайық. Мысалы, жақсы, осы тұрған бір алтынды алайық. Алтын бізде бағасы қымбаты бар, арзаны бар. Енді үлкен капиталдың өзінің бір жасайтын манипуляциясы бар. Енді бізде рынокта әрбір структураның хайында немесе лойында, структураның каждый үстінде, астында өзінің бір ликвидностьтер бар. Бұл ликвидность крупный капиталдың өзіне тиімді бағамен, арзан бағамен сатып, қымбат бағамен сататын бір манипуляция жасай алады. То есть осындай жерлерде, допустим, бізде мына жақта айтайық, бізде графикте енді біз тоже базардағындай болсын, любой саудадағындай, бұл айтқанда бұл да сауда ғой. Бағаны арзанға алу бізге тиімді, қымбатқа сату бізге сол тиімді болады. То есть арзан жерді көреміз, ол крупный капитал қай жерден түседі? Біздің ритейл трейдерлер біз сияқты басқа өзінің стратегиясымен әртүрлі тек анализбен торговать ететін бір стопты какой-то бір минимумның астына қояды. Бізде стоп деген, сіз мына жерде стоп ордер дегеніміз, сіз, допустим, сделка аштың, стопты мұнда қойдыңыз. Осы орында ликвидность жиналады. То есть ликвидность мына жерде сіздердің стоптарыңыз сатам деген ордерларыңыз. Яғни сіз баға мұнда келген кезде сізді депозит, то есть стоп алып, сізді позициядан шығарып жібереді. Яғни мына жерде сіз арзанға сатуға қойдыңыз позицияңызды, бұл үлкен капитал бұны көреді, бұл көргеннен кейін оған ол, допустим, мұна қымбатырақ сатқысы келеді мұна жерде. Допустим, мұна жерде алтын, мысалы, $4,000 сатып отыр деп, сатып жатыр деген бір ордер бар мұнда. Мұнда ритейл трейдерлердің 3,5 сатам деген стоп ликвидность бар. То есть, крупный капитал не істейді? Бұл жерде мұна жақта арзан бағамен тұрған жерге барады, келеді, стоптарын сіздер сатып отырсыздар, мына жерде стоп сел деп келеді. Сіздер сатып отырсыз, бұл алады, крупный капитал барады, бұл жерден сатып алады, сатып алғаннан кейін барады да қымбатқа сатады. Қымбатқа сатқаннан кейін бізде коррекция деген бар, коррекциясы бағаны қайтып сол орынға келеді, одан кейін қайтып көтеріледі. То есть баға всегда сатып алған жерге қарай көбіне баға қайтып келеді. Оны енді алда жалпы обучение сабақ кезінде түсіндіріледі. Қысқаша ликвидность жайлы сізге былай түсіндіріп кетемін, сізге түсінікті болу үшін графикте қалай жұмыс жасайтынын. Бұл графикте бұл бәрі логикамен, бүкіл ценообразование, бүкіл логикасы бар өзінің.
Сондықтан сөйтіп қараймыз бұл графикте. Бұл ешқандай бір уровень жоқ, бұл уровеньнің ешқандай бір анықтамасы жоқ. Уровень дейді, бұл не мысалы там сопротивление дейді жаңағы поддержка деген. Ну, соның бәрі басқаша атаумен атайды, бірақ негізгі логическое объяснение негізі осында жатыр. Басқа бізде саудадан басқа ештеңе жоқ. Енді мына жерде қарайық, бізде қарайық, мында үлкен капитал көріп тұрық, мында коррекция жасады баға, да, бірнеше рет бізде ликвидностьтермен жұмыс жасады, алдында кірген лонгқа кірген адамдардың стоптарын жинап алды да, одан кейін бір бағаны көтеріп алып кетті. Одан кейін қараңыздар, мына жерде коррекция жасап, бұл жерде де ликвидностьпен жұмыс жасады, мында жұмыс жасады, мында жұмыс жасады, мында жұмыс жасады, и дальше баға көтеріліп бара жатыр. Енді бізде баға әдеттегідей не істейді, көтерілгеннен кейін коррекция жасайды. Коррекция жасаған кезде біз осы моментте көрдік, мына моментте қарайық. Енді бір сағатта соңғы жұмыс мына жақта болды. Көріп тұрғанды, мында бағаны көрдіңіздер ме? Баға көтерілгеннен кейін сол сатып алған, крупный капиталдың сатып алған орнына қарай баға қайтып келеді. Себебі ол осы жерден закуп жасады, бағаны қайтып өзі алып келеді, сол жерден қайтып көтереді. Міне осы сияқты көтергеннен кейін тағы да коррекция кетті, енді осы жақта да тағы да осындай манипуляция кетіп отыр. Бәрі логично. Енді бізге бәрі оңай болып көрінеді, бірақ та бізге ең керекті нәрсе бұл қай жерден кіруге болады. Сол бізде сұрақ. Қай жерде болады, қай жерден кірген дұрыс. Енді ол сағаттар өткеннен кейін графиктің алдында ол көз үйренеді ол затқа. Сондықтан бұл жерде тек опытпен солай арқылы көруге болады жалпы. Енді бұл ешқандай қиын нәрсесі жоқ негізінде, бірақ оңай емес бір жағынан да. Енді қараңыздар, мына жерде біздің анализ бойынша көрсетіп кетейін, бір сағаттық не бар. Бізде мында бір сағаттық имбалансқа келді баға, да? Бір сағаттық имбалансқа келді, бірақ үстінде қарайтын болсақ, сатушылардың имбалансы бар мында, сол жақта да бізде митигация жасады. Митигация деген, то есть баға осы жаққа келіп кетті деген мағына. Енді бізде тағы да триггерный зона деген жаңағы біздің ликвидностьтер жиналған жер, бұл азиатский лой, бұл сессияға байланысты ликвидность. Мына жерде 15 минутта таймфреймді қарайық. 15 минутта бізде тағы да тоқтай қарайтын болсақ, бізде де мында манипуляция бар, да? Ликвидностьтермен жұмыс жасаған. Міне қараңыздар, баға көтерілді, қайтып келді, имбалансты реакция алды, қайтып кетті, көтеріліп, солай бізде боковикте тұр. Енді осы областқа келеді, қайтып, енді не істеді, баға азиатский лоймен ликвидность шешеді. Всегда бізде сессиялар бар, ол Лондонның сессиясы бар, Нью-Йорктың сессиясы бар. Әрбір сессия, каждый оның алдында болған сессияны ликвидностьтен шешеді. Енді мына жерде қарайық. Ликвидностьпен жұмыс жасады. Так, ликвидностьпен жұмыс жасады. Енді севен подтверждение күтеміз. То есть, так, асып кеттім да. Так, 3 минутқа өтейік. 3 минутқа өтейік. Давайте мен вход көрсетейін. Бізде 15 минут, 1 сағатта қарайық. Бізде мына жерде қараңыздар, мұнда сатушылардың имбалансы бар. Бірінші баға не істеді? Баға мұнда келді. Баға келгеннен кейін мұна ликвидностьпен жұмыс жасады. Ликвидностьпен жұмыс жасағаннан кейін біз 15 минутта көтейік. 15 минутта проблемный зона бар ма екен? Проблемный зона бұл жерде жоқ. Проблемный зона дегеніміз ол қандай да бір имбаланс, да? Имбаланс болуы мүмкін, сондықтан біз өзіміздің қарайтын тәсілде бұл жерде ешқандай проблема жоқ. Енді ликвидностьпен жұмыс, енді M3 деген ол кіші таймфрейм, ол бізде тек подтверждение ретінде қараймыз ол модель. Тоже 3 минутта мұнда ликвидностьпен жұмыс болды. Қараңыздар, енді одан кейін структурный смещение бар. То есть мұнда закреп бар. Енді қараймыз, күтеміз. Бізде подтверждение бір имбаланс бар. Бұл бізде готов бір модельден бірі. Енді бұл жерде біз кіреміз. Сделка кірдік. Так, баға бізде нешемен кірдік. 1435, дәл осы аймақтан кірдік. Тейк.
бізде ПДХ болған. ПДХ деген, то есть алдыңғы күннің хайы, то есть ликвидность жиналған жер бізде. Так, енді қарайық. Сделкаға кірдік. Енді бізде тренд лонг 1 сағатта подтверждение алдық, 15 минутта, 3 минутта подтверждение алдық, то есть синхронно бізде бәрі лонгқа қарап тұр. Енді ликвидность шешілді, кетті. Все. Мына жерде жұмыс жасайды, тест жасайды. Так. И осылай текке бардым. Міне мына жаңағы скрин жібердім ғой чатта. Мынау біздің бірінші сделка. Енді бізде бірінші сделканы біз пропсчетпен аштым. Пропсчетпен ашқан кезде менде 1%-пен кірдім. Да, кішкене 300 үстіңгі жағына кірген, 335 цент. То есть менде риск 1%-пен кірдім, 2% жасадым. То есть мен 50 мыңдық счетқа 2% жасадым, $1000 жасадым, да? $1000 ол 2%. Енді қалғаны маған 6% жасау керек. Оны мен алтында жасаған болатынмын. Так, алтынға көшейік. Міне екінші сделканы қарайық. Бізде екінші сделка болған 17 желтоқсан. Енді мына жерде қарайтын болсақ, алтында бізде анық ордер флоу көріп тұрмыз. Міне астыңғы жерден бастап, мына жақтан бастап ликвидностьпен жұмыс, мында ликвидностьпен жұмыс, одан кейін мында имбаланс, осы ликвидностьпен жұмыс жасаған жерге қайтып возврат болып баға келді, осы имбаланстан реакция алып кетті. Одан кейін қарайық, мына жақта ликвидностьпен жұмыс болған. То есть бірінші баға көтерілген, қайтып келген, мына ликвидностьпен жұмыс жасалды. Бұның алдына кірген, лонгқа кірген адамдардың стоптарын алып кетті, одан кейін бағаны көтеріп берді. Бірақ бізде структурный смещение болған жоқ, да? То есть мында хайға жеткен жоқ, 2Х қалдырып кетті. То есть 2Х деген бірдей хай структурадағы. Одан кейін баға қайтып келеді. Мұна осы областқа жаңағы ликвидностьпен жұмыс жасаған жеріне қараңыздар, баға қайтып келді мында. Қайтып келді да тағы да бізде ликвидностьпен жұмыс жасады. Міне ликвидностьпен жұмыс жасап, баға көтерді, қайтып имбаланстармен жұмыс жасады. То есть мына осы жақта, осы областқа қайтып тағы да бір келді. Енді одан кейін баға осы жақтан көтерілді. Мына жақта бағаны айтқанда позициясын босатты мына жерде. Өзінің алған себебі мен айттым ғой, бұл жерде сатып алушылар бар. Осы жақтан сатып алып, мына жақта сатты бағаларын. Енді бізде Нью-Йорк ашылды, лондонская сессия ашылды. Бізде Лондон сессия ашылғаннан кейін бізде мына жақта ликвидностьпен жұмыс жасады. Біріншіден ликвидностьпен жұмыс жасады. Одан кейін бізде бұл ликвидностьпен жұмыс бізде мына имбалансқа келіп берді. Да, қараңыздар, бәрі дальше логическое ценообразование бұл жерде әдемі өзінің түсінігі бар. Ликвидностьпен жұмыс имбалансқа келді. Одан кейін қараймыз, бұл имбаланс қайда келіп берді бағаны. Бұл имбаланс қайтып мына ликвидностьпен жұмыс. Так, енді бұл жерді қарайық. Енді так, қайда кетті жаңа. МТР-ға көшейік. Біздің айта кетемін мына жерде. Мына жерде бізде мана айттым ғой, бір ликвидность шешті екен деп біз просто так кіре бермейміз. То есть біз мынандай проблемный зона деген имбаланстарға да мән береміз. Ол имбаланс қалай жұмыс жасайды, қалай реакция береді, оған да тоже мән береміз. Енді қараңыздар, бұл имбаланс ешқандай бізде төмен қарай бағаны алып кеткен жоқ. Значит, бұл жерде продавецтердің күші жоқ. Яғни крупный капитал ол дальше лонгқа қарап отыр. Себебі біз мана астынан келе жатырмыз лонгқа, сондықтан біз де лонгқа қараймыз. Бұл жерде имбаланстан айырылдық. Енді одан кейін М3-ға көшейік. М3-да бізде қандай конферм бар? Подтверждение. Подтверждение бізде мен мына жерде кірген болатын. Қараңыздар, мұнда ликвидностьпен жұмыс жасағаннан кейін бізде біршама М3-да имбаланстар бар. Да? Қарама-қарсы имбаланстар бар. Бұл қарама-қарсы имбалансқа бізде лонг имбалансы құрылды. Лонг имбалансына бізде реакция алып, бізде М3-мен доп смещение болды. То есть біз осы жерде, осы моментте мен кірген болатынмын. То есть примерно осы областьті алдым.
Так, стопты мында қойдым. Стоп защитаның артында. Себебі бұл жерде крупный капитал жұмыс жасады, енді бұл жаққа баға келмеуі мүмкін деген сондай ұғыммен біз кіреміз. Енді текті қайда қоямыз? Мен текті мында қойған болатын. Қараңыз. Мында оның алдында структура бар, да? Осы қайға келу керек. Икуха бұл осы жерде осылай алған болатын. Бірақ алайда баға деген бұл моментте есімде бұл жерге жеткен жоқ. Так, мен бір нәрсені айтпадым да, бірде. Мына жерде айтайын. Мен мана 2% алдым ғой. Да? 2% алдым ғой, 2% бар. Енді мен мына жерде рискқа 2% салдым. То есть 2% салдым, егер де 2%-на кіргеннен кейін мына қайға жететін болса, менде бір 5, қателеспесем 5% па, 5,5% па сондай болу керек. То есть соны алған текке жеткен кезде менде бірінші фазада 7,5% болатын еді. Бірақ бізде мына азиатский хайдың ликвидностьпен жұмыс жасағаннан кейін баға тұрып қалды. Сол жерде мен аламда осы баға бір жағынан бізде сессияның уже уақыты да бітіп жатыр, осы күнде бітіп жатыр, так как біз интрадей торговать еткеннен кейін сол осы күндік сделканы қолмен жаба салдым. Бұл жерде жапқан кезде менде қарасаңыздар скринда то есть 2%-мен 952%-ге жетпейді, енді азымыз. Сонымен жауып тастадым, қолмен жауып тастадым. Енді не болды менде? То есть кеше 2% жасадым, бүгін 2% жасадым, 4% болды ма? Енді қалғаны менде фаза жабуға 4% қалды. Енді келесі сделканы қарайық. Келесі сделка тоже бізде алтында болды. Ол келесі күні болған сделка. Келесі күні ол 18-ші декабрь, міне. Так, мына жерден болды. Міне, мына жерден болды. Бізде баға структурадан ештеңе өзгерген жоқ. Баға сол бір боковикте болды. Енді келесі күні бізде баға не істеді? Баға осы жақтан мына Азия қайдан кейін реакция алып, одан кейін төмен түсіп, тағы да осы ликвидностьпен жұмыс жасаған жерге тағы да қайтып келді. То есть тағы қайтып келді. Мына жерде қараңыздар, тоже бір ликвидностьпен жұмыс жасаған. То есть бізде төмен қарай кететін ешқандай соны жоқ. Себебі мен мана айттым ғой, үлкен капитал өзінің жаңағы позиция ашқан жерін ол всегда қорғайды. То есть мынадан төмен пока кетпейді. Егер төмен кететін болса, онда біз смена тренда дейміз, соған сөйтіп қараймыз. Ал бұл жерде соңғы триггерный зона бізде мына фрактал, то есть фрактальный ликвидность мына жаққа келді. Осымен жұмыс жасады. Одан кейін біз М3-мен дәл осы жерде мына инверсиядан кейін бізде имбаланс құрылды. Имбаланстан біз реакция алып бара жатқан жерінен мына жерден басқан болатын. Менде 2 РР жетіп болғандықтан мен мына жерде 45 деп мына жерге қойдым. То есть бір осы аймақта кірдім. То есть мына жерде тағы да 2%-пен кірдім. Менде 4% бар ғой, плюс 4. Енді сол 4% жасау үшін 2%-пен 2 риск прибыль 2 РР жасауым керек болды. Ол менде мына жерде болды. Осы жерде кірдім. То есть 2%-пен барады и баға текке барады. Осылай мен фазым жабылды. Қарап отырсаңыздар, 3 сделкамен негізінде оны 2 сделкамен де жабуға болады. Мына жерде менде получилось 3 сделкамен жабуға. То есть 8% алдым, все болды. Енді екінші фаза келді. Екінші фазам бұл уже уақытымен ешқандай үлгермедім. Мен сізге қазір өзімнің реально өзімнің болған тәжірибемнен көрсетіп отырмын, қалай фаза жабуға болған. Всегда бұл жерде дисциплина, стоп, как положено. Бұл жерде проппен жұмыс жасаудың тағы да бір артықшылығы, сіз өзіңізді үйретесіз трейдингке. 1-2 стоп алып қалдыңыз ба, бұл күні немесе ол сессия торговать етпейсіз, сауда жасамайсыздар Лондон сессиясында, Нью-Йоркқа көшесіз, Нью-Йоркта, может, сізге тағы да бір график өзгерер, может, бір какой-то бір жерлерде картина өзгерер деген сияқты, сол кезде тағы да қарап көресіздер. Енді тағы да айта кететін заттар. Басқа енді трейдинг проп компаниядан осылай жұмыс жасауға болады.
выплатаға да жетуге де болады, бұл жағында реально. Өзімнің жалпы бұл жақта енді выплата жағынан қарайтын болсақ, бұл жерде де компания серьезно, бұл жерде төлейді, серьезная компания. Мен сізге айтпаймын тек фандинг пипс деп, но біршама компания көп, но өзіміздің жұмыс жасап көрген тәжірибеміз бар, ол фандинг пипс, мен өзіме ұнайтын компания. Екіншісі тағы да бір қасымда жігіттер бар, ол жұмыс жасайтын, ол альфа капитал групп деген бар, ацг деп айтады. Тағы да қандай бар, фандед некст дейтін бар, фтмо дейтіндер, ол бірақ бізде қазақстанда жоқ, қазақстанмен жұмыс жасамайды. Тағы да көп бірнеше компаниялар, бірақ осы бір екі компанияда, үш компания жеткілікті бізге. Сондықтан өзіңізге қарай, условиясына қарай, шарттарына қарай қарайсыздар. Сізге бір кішкене мотивация болсын деп айтайын, енді біздің бастамасы ретінде. Мынау енді біздің соңғы өзім жасалған выплаталардың бірі. Мына жерде 10 мыңдық счет бар, 25 мыңдық счеттар болды, 50 мыңдық счетпен де болды, лайф счеттармен алған выплаталар. Мына жерде қарайтын болсаң, соңғы жасаған өзімнің выплаталарым мұны астында QR кодымен қараймын десеңіз, QR кодымен тексеріп қарасаңыздар болады. Реально бұл жерде жұмыс жасауға болады. Мен өзім осы компаниямен жұмыс жасаймын. Осы 20 шақты выплата қойдым, соңғы жасаған. Бізге былай айтқанда кішігірім мотивация деп айтайық. Бұл топ компаниямен де жұмыс жасауға болады. Бұл жерде тек опыт, сразу айтайын, бұл трейдингте ешқандай жеңіл жол жоқ. Бұл әр жерде болсын, любой бизнесте болсын, жеңіл еш нәрсе жоқ. Бұл жерде тек біршама уақыт, опыт, тек бір нәрсені алып, тек шегелеп, дұрыстап қолға алу, әрбір нәрсеге алып, мына стратегия, ана стратегия қарап, бұл өзіңізге наоборот қиын, былай айтқанда миыңызда каша болады, әр затты салыстыратын болсаңыз. Бір точка бар ма, реально бола ма екен мына жерде жұмыс жасау, соны алып қолға алғаныңыз жақсы. Бізде инструмент бізде қолданатын ликвидность, имбаланс, басқа еш нәрсе керек емес. Там индикатор, там стохастик, бірдеңе, объем да қатты не керек емес. Мына жерде объем, и так бізде объем, міне мыналардың бәрі объем, вертикальный объем дейді имбаланстарда. Болды. Имбаланс қайда пайда болады? Имбаланс ол үлкен капиталдың қалдырып кеткен ізі деп айтуға болады. Себебі, қараңыздар, мына жерде графикте не бар бізде? Ликвидностьпен жұмыс бар. Ликвидностьпен жұмыс жасағанда не бар? Имбаланс. Имбаланстың үлкен жасыл полкамен көтеріліп бара жатыр. Мына имбаланс, разрывты имбаланс. Имбаланс деген сатушы мен сатып алушының арасындағы белсенділік. То есть сатып алушылар көп болса, онда бізде разрыв береді. То есть баға қатты көтереді, баға. Ол бұндай разрывтар кім тастайды? Ол крупный капитал, үлкен капитал тастайды. То есть мұны үлкен капиталдың ізі, бұл үлкен капитал ешқашанда өзінің ізін жасыра алмайды. Просто тек қана бұндай манипуляциялар бар. Бізге тек сол таймингті күтіп, уақытымен күтіп, осы таймингті ұстап алу болды. Басқа еш нәрсе керек емес. Сол крупный капиталдың ізімен жүру. Жалпы OF деген, order flow деген, жалпы қысқаша айтқанда сондай. Order flowда көбісіне біреулер ликвидностьпен мында жұмыс жасады, шортқа кіруге болады деп ойлайды, мында жұмыс жасады, шортқа кіруге, лонгқа кіруге болады. Олда да қате түсінетіндер де бар order flowда. Ол әр жерден бір ликвидность шешті екен деп, лонгқа немесе шортқа кіре беру, ол да қате. Оның біршама факторлары бар. Бір ғана бір ликвидностьпен жұмыс жасады деп біз алып тек кіре бермейміз. Өзінің қойған бір стратегиясы, түсінігі, теориясы бар. Сонымен ғана жүреміз.